Енді достар, біз Pocket Option платформасында тағы екінші сделкамызды ашамыз. Дәл осы EuroUSD да біз енді Quotex платформасына аштық. Бұл жерде біз Prebuild'ды плюске жаптық. Енді біз не істейміз? Енді біз Pocket Option'ға кіреміз, өзіміздің сделкамызды осы жерден қарастырамыз. Келесі свитчі бізде мұндағы өткен свитчаның түріне қарай біз анықтаймыз. Бізде өткен свитчаның үстіндегі тені өте үлкен, астындағы тені өте кіші. Енді біз не істейміз? Төменге деп шорт позициясына өзіміздің сделкамызды қарастырамыз достар. Вот достар, бізде EuroUSD валютасына біз сделкамызды Pocket Option'да аштық. 1-де 140.68 дейді. 1-де 140.68 бізде ашылған уақыт. Так, енді біз күтеміз достар. Бұл баға кетуші еді, мұндағы аймаққа кетіп жатыр дейді. Міне достар, біздегі EuroUSD плюспен жабылды. Қарайтын болсақ, бізде ашылған уақыт 1-де 140.68-де ашылды. Жабылған уақыт 1-де 140.64-де жабылды. Біздегі бүгін Prebuild плюс болып түсті достар. Вот достар, бұл ненің арқасы? Бұл бізде білімнің арқасы, біріншіден, екіншіден анализ жасаудың арқасы достар. Егер достар, бүгінгі видеомызда біз осы екі платформа арқылы плюстерімізді жасай алдық. Енді достар, біз келесі видеода сіздермен бірге британский, австралийский долларлармен жұмыс жасап көретін боламыз достар. Олай болса достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.